Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бұл видеода мен сіздерге Bonk жүйесінде жұмысты қалай бастау керектігін көрсетемін. Біз мұғалім аккаунтына кіреміз. Басты бетпен танысамыз және күнтізбелік тақырыптық жоспар құру процесін толығырақ қарастырамыз. Бастайық. Жүйеге авторизациядан өткеннен кейін сіз платформаның жұмыс кеңістігіне түсесіз. Басты бетте сіз таңдаған пәндер мен сыныптар көрсетіледі. Бұл барлық функцияларды жекелендіріп, артық ақпаратты алып тастауға көмектеседі. Тізімдерді кез келген уақытта баптаулар бөлімінде өзгертуге болады. Сондай-ақ, мұнда сіз бір айға арналған жиі құралдарының лимиттерін, қанша қалғанын және ресурстардың қашан жаңартылатынын көре аласыз. Төменірек түскенде біз жүйенің әртүрлі функционалын, сондай-ақ барлық егжей-тегжейлі түсіндірмесі бар видеонұсқаулықтарды көреміз. Дегенмен, бүгін күнтізбелік тақырыптық жоспарлау мен жұмысты қадамдап қарастыруды ұсынамын. Ол үшін КТЖ бөлімін ашамыз. Мұнда сіздің барлық жоспарларыңыз жиналады. Сонымен қатар генерация, импорт немесе қолмен жасау арқылы жаңа жоспар құру функциясы қолжетімді. Автоматты генерация үшін мына деректерді енгіземіз. Пән, сынып, оның әрпі, оқыту тілі және бағыт. Жүйе өзі негіз ретінде пайдаланатын типтік оқу бағдарламасын автоматты түрде көрсетеді. Сабақ өтетін күндерді кестеге сай таңдағанда даталар мен сағат саны каникул, мереке және демалыс күндерін ескере отырып есептеледі. КТЖ генерациялау батырмасын басқанда біз алдын ала қарау және өңдеу бөліміне түсеміз. Онда сіз сыныбыңыздың қажеттіліктері мен оқу процесінің ерекшеліктерін ескере отырып, өз бетіңізше түзетулер енгізе аласыз. КТЖ сақтау батырмасын басқанда оның мәртебесі жарияланды болып өзгереді. Сіз оны қолда бар жоспарлар тізімінен таба аласыз. Онда бар сабақтарға арналған жоспарлар және презентацияларды жылдам генерациялау мүмкіндігі бірден қолжетімді болады. Дәлірек жұмыс істеу үшін осы күнделік және білім класс үлгерім журналын жүктеп алуды ұсынамыз. Сонда оқушылардың даму тенденцияларына сүйене отырып, әр оқушыға оның ерекшеліктері мен бұрын өткен тақырыптар бойынша білім деңгейін ескеретін жеке тапсырмалар жасауға мүмкіндік туады. КТЖ құрудың басқа тәсілдеріне оралсақ, сіз оны бастапқы деректерді пән, сынып, бағдарлама нұсқасы, әрпі, тіл және ұзақтығы толтыру арқылы қолмен де құра аласыз. Содан кейін оның ішінде жаңа сабақтарды өз бетіңізше жасайсыз. Немесе қолда бар КТЖ-ны стандарт бойынша импорттау функциясын пайдалануға болады. Файлды жүктеу, тілін, оқу жылын және сабақ ұзақтығын анықтау. Біз барлық мүмкін нұсқалармен таныстық. Осымен біздің видеонұсқаулығымыз аяқталады. Платформамыздың басқа құралдарын да келесі видеоларда зерттеңіздер. Bonk әлемінде жаңа кездескенше.